Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бұл видеода ұйқының маңыздылығы тек 8 сағаттық ұйқы емес, сонымен қатар қай уақытта ұйықтаған дұрыс, соның маңыздылығы туралы айтып өтемін. Яғни 9 бен 11-дің арасында гормональды кесте бойынша ұйықтау керек. Ол ұйқы сізге не береді? Иммунитетіңізді нығайтады, гормональды тепе-теңдікті қалпына келтіреді, адамның физикалық және психикалық денсаулығын тұрақтандырады, ес, зейін, жадты қалпына келтіреді, ағзаны токсиндерден тазартады, сұлулық пен жастықты сақтайды, аурулардан қорғайды, салмақты қалыпқа келтіреді және сізге энергия береді. Ұйқының дұрыс болмауы бірқатар өзгерістерге алып келеді. Эндокриндік ауруларға, созылмалы стресс, дененің ерте қартаюына, бала көтере алмау, жиі суық тию, ес, зейін, жадтың нашарлауы, асқартудың нашарлауы, бас ауруы, артық салмақ, тітіргеніштікке және либидоның төмендеуіне алып келеді. Гормональды кесте бойынша біз кешкі сағат 9 бен 11-дің арасында ұйықтап, 6 мен 7-дің арасында тұруға кеңес береміз. Себебі сағат 9-дан бастап ұйқы гормоны мелатонин бөліне бастайды. Оның ең өндіру шыңы түнгі сағат 10 мен 1-дің арасында болып табылады. Неге мелатонин маңызды? Мелатонин бұл адамның ұйқысына жауап беретін гормон, сонымен қатар ДНК-ның әртүрлі зақымдауынан қорғайтын белсенді антиоксидант. Сонымен қатар мелатонин антистресс гормоны болып табылады, онкологиядан қорғайды, эндокриндік жүйені, асқазан ішек жолдарын реттейді, жүйке жүйесін реттейді, бұлшықеттерді қалпына келтіріп, иммундық жүйені нығайтады. Кешкі сағат 10-да өсу гормоны бөліне бастайды, оның өндіру шыңы түнгі 12 мен 2-ның арасында. Өсу гормоны біздің барлық жасушаларын әсер етеді және оларды жаңарту үшін қажет. Былайынша айтқанда, өсу гормон молодости деп жатады. Бұлшықеттердің сапасы мен санына, еңбектің қабілеттілігіне, иммунитетке, ақыл ойдың өткірлігіне, сонымен қатар бұл гормон май жағатын гормон болып табылады. Өсу гормонының өндірісі мелатонинсіз бұзылады. Бұл жерде ұйқының сапасы туралы кесте келтірілген. Неғұрлым ерте ұйықтасаңыз, соғұрлым ұйқыңыздың сапасы жоғары болады. Видеоны қорытындылайтын болсақ, егер де біз деніміз сау, сұлу, арық болғымыз келетін болса, 9 бен 11-дің арасында ұйықтап, таңғы 6 мен 7-дің арасында оянған жөн. Осы кезде бөлінетін мелатонин мен өсу гормондарын өндіру шыңдарын жіберіп алмаған дұрыс. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сау болыңыздар.